Саламатсыздар ма? Бүгін мен сіздерге шиденің пайдасы жөнінде айтатын боламын. Шиденің құрамында қандай дәрумендер бар? Шиде іш ауырғанда пайдасын тигізе ме? Міне осы сұрақтарға жауап беретін боламын. Видеоны соңына дейін қарап кетіңіз. Шиде көптеген дертке шипа. Гүлінің құрамында эфир майы, жапырағында аскорбин қышқылы болады. Сабағы мен бұтағының құрамында илік және бояу заттары бар. Жидегінде қант, органикалық қышқылдар, ақуыз, көмірсулар, фруктоза, аздап илік заттар, дәрумендер бар. Жидеде Е дәрумені көп болады. Жидені іштің ауырғанын басу, иммунитетті көтеру, ас қорыту органдарының жұмысын жақсарту үшін пайдаланады екен. Жүрек қан тамырлары ауруларын жидек жемісімен емдейді. Шиде құрғақшылыққа төзімді. Оны құм тоқтатуға, жыра, арық, өзен бойын, қаланы көгалдандыруға пайдалану керек. Гүлін хош иісті май, иіс сулар алынады. Шиде балы адам денсаулығына өте пайдалы. Ішіңіз ауырса, яғни тоқтамай кеткенде, бір уыс шидені жуып, суға қайнатып, суын ішсеңіз, ішіңізді тоқтатады. Енді мен сіздерге бір қисса айтып кетейін. Шиде ағашы туралы. Адам ата мен Хауаны пейішті былғап кінәлі болады екен. Алла тағала қаһарланып, оларды пейіштен қуады. Періштелерге жәннаттың киімдерін шешіп, екеуін жерге тастаңдар деп бұйырады. Бұл сөзді естіп, екеуі қашады. Періштелер әдеп сақтап, оларды ұстап алуға батпайды. Сол кезде шиде ағашы бұтағымен адам атаны бас салады. Қарсыласқанына қарамай, бар киімін сыпырады. Шиде ағашының өрескел әрекетіне періштелер тосылып қалады. Шиде ағаш айтады: Алланың әмірі бәрінен де жоғары дейді. Осы сәт Алладан әуез келеді. Ей шиде, менің өмірімді орындағаның жақсы, бірақ менің орынбасарыма қаталдық көрсеттің. Оншалықты дөрекі болмасың етті. Осы үшін сен де жазаға лайықсың. Бұдан былай жерде өсесің. Адам баласы сені арнайы екпейді. Судан жырақта өнесің. Денеңді тікен қаптап, ағашың қатты болады дейді. Содан бері шиде судан жырақтан мекен алыпты. Адамдар оны арнайы екпейді деген бір аңыз әңгіме бар екен. Ал сіздер шидені жақсы көресіздер ме? Жақсы көрсеңіздер, жаза кетіңіздер. Шиде туралы тағы қандай әңгімелер білесіздер, оны да жаза кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Пайдалы болса достарыңызға тарқатып, комментарий, лайк басып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет.